Кездесуде есуасты қалай анықтаймыз? Менің есімім Санжар Айдар, каналыма қош келдіңдер. Бұл жерде мен сендерге жақсы жігітті қайдан тауып, онымен ұзақ әрі бақытты ара қатынасты қалай құруға болатындығын айтатын боламын. Біле білсеңдер, жігіттердің арасында есуастар өте көп болып келеді. Кейбірін біз бірден ажырата алатын болсақ, кейбірі бірінші қарағанда жақсы жігіт сияқты көзге түсіп жатады. Сол есуастар әдемі күлкінің, сәнді киімнің өзін жақсы ұстаудың артында тығылып жатуы мүмкін. Олар кез келген тақырыптағы әңгімені қолдай алып, тура сен жақсы көретін киноларды да ұната алады. Бірақ ешбір адам жасыра алмайтын белгілі бір нәрселер бар. Міне солар арқылы сен жігіттің қандай екенін бірінші кездесуде-ақ бірден анықтай аласың. Сонымен дайынсың ба? Онда кеттік. Бірінші, басқалармен дөрекі. Жігітті жақсырақ тану үшін оның басқалармен қалай сөйлесетінін бақылап көр. Егер ол көшедегі кісілермен ұрыса бастап, кафедегі бір официанттармен дөрекі болып, телефонмен сөйлескен кезде де сыпайы болмаса, онда мұқият бол. Жігіт сенімен жақсы сөйлесуі мүмкін, бірақ бұл алғашқы уақыттарда ғана. Былай айтқанда, сені қорқытып алмас үшін. Кейін болса, оның нақты кейпі белгілі болады. Екінші, мачо жігіттің бұрынғы ерліктері. Егер жігіт саған кездесуде өзінің қыздармен болғандағы бұрынғы ерліктері, оның өзінің қаншалықты керемет екендігі және нәзік шанталардың оның артынан ұзын кезекке тұратындығы жайлы айтып бастаса, онда ол таза есуас. Бала бол және оған сенің жүрегіңде орын жоқ. Себебі егер ол өзі соншама айтқандай тәжірибелі болып жатса, онда бұндай әңгімелер қыздарды одан қайда итеретінін білуі керек. Үшінші, жігіт тек өзі туралы айта береді. Егер кездесуде саған жігіт тек өзі жайлы айта беретін болса, онда құттықтаймын, сен нарциске жолықтың. Ондай жігіттер көбінесе эгоист болып келіп, өзі екінші жұбына немқұрайлы қарайды. Олар тек өздерін мақтап, өздері жайлы ғана уайымдап жатады. Мысалы, олардың қаншалықты керемет екендігі, өздерінің қандай әдемі екендігі және тағы басқаша. Ондай жігіттер қыздарына қуаныш әкелмей, оларға қажетті күтім де жасай алмайды. Сен оны қыз ретінде емес, ол өзі сүйетін адам ретінде де емес, қайта оны әрдайым мақтап, мадақтап, жігіттің самооценкасын осындай ретпен көтеретін адам ретінде ғана қызықтырасың. Жігітке сен екінші жартысы ретінде немесе өзін қанаттандыратын ресурс ретінде болып болмайтыныңды әрине өзің шешесің. Төртінші, қыздармен дөрекі. Егер сенімен болғанда жігіт қыздарды қатын деп, олардың бағытына ұятсыз әзілдер айтып бастаса, онда сенің алдында таза сексист. Сенімен әңгімелескенде ол қыздың орны кухняда борщ жасау деп бірнеше рет айтады. Бұл әрине оның миына құйылған стереотиптер және басқа да адамға тиісіп өзін жоғары көтеру болып келеді. Бұндай жігіттер қыздармен өздерін сенімсіз ұстап, дөрекі сөйлегеннен өз самооценкасын көтереді деп ойлап жатады. Мысалы, қатынның орны кухняда, ал мен болсам мужикпін. Осы орайда менің кеңесім ондай жігіттен барынша алысқа қашу керек, себебі бақытты арақатынас бұл жерде табылмайтыны анық. Бесінші, өмірге шағымдану. Егер жігіт сенімен алғашқы кездесуде бірден өз жұмысының жаман екенін айтып шағымдана бастаса, ата-анасымен еш нәрсе болмай жатқанын айтып өкпелеп жатса, онда сенің алдында 100% жылап отыр. Бұндай адамдар еш нәрсеге риза бола алмайды. Олардың өмірлерінде бір нәрсе міндетті түрде дұрыс болмай, өздерінен басқаларының барлығын осыған кінәлап жатады. Ал саған осындай шағымдарды кездескен сайын тыңдап отыру керек болады. Жалпы арақатынас бақыт алып келуі керек. Ал екінші жартың сені энергиямен толтыру қажет. Қайда керісінше жылауықтар сияқты оны сенен сорып алмас үшін. Алтыншы, бірден саған тиіседі. Кездесулерің енді ғана басталса, ана есуас саған қолдарын тигізе бастады ма? Әлі де толық таныс болмасаңдар да, жігіт тақырыпты 18+ге айналдырып, сенің қалауларың жайлы сұрап бастады ма? Бұл бізге арналған
белгі. Егер жігіт бар әңгімені эротикалық тақырыптарға айналдыра берсе, онда оның сені басқа қырларың қызықтырмайды деген сөз. Оны тексеру үшін сен жай ғана мен ондай тез дамитын ара қатынасқа негізі дайын болмадым деп айтсаң болады. Артынша оның реакциясын бақыла. Егер ол ренжіп, саған суып қалып, белгілі бір қызығушылығын күрт түсіп кеткенін байқайтын болсаң, онда бұл дегеніміз ол саған бір түнді қыз ретінде қарағаны, және сендердің жолдарың бір емес. 7-ші, өз бұрынғы қыздары жайлы жаман айтады. Негізінде бұрынғы қыздар немесе бұрынғы жігіттер жайлы бірінші кездесуде әңгіме қозғау бұл жақсы идея емес. Ал егер жігіт оларды жамандай бастаса, бұл одан 2 есе жаман. Егер жігіттің айтуы бойынша оның бұрынғы қатынасындағы барлық жағымсыз мәселелер қыздың кесірінен болса, онда ол өз кемшіліктерін мойындай алмайды деген сөз. Немесе ол бір құдай, және ода барлығы идеально. Бірақ бірінші айтқан сөз дұрысырақ сияқты. Мәселе оның жұқпалы және емделуге болмайтында емес. Қайта жігіт өз бұрынғы қыздары жайында айтқаны, оларды емес, оның өзінің қандай екенін көрсеткенінде. Тағы да маңызды нәрсе, бұл оның қалай ғана емес, қанша әңгіме айтқаны да маңызды. Себебі егер жігіт бұрынғы ара қатынасы жайлы ыстық ықыласпен әрі көп айта берсе, онда мүмкін бұл бұрынғы емес, қазіргі ара қатынас шығар. Және ол саған бұның бәрін болып кеткен, қазір мағынасы жоқ, және мен алға қозғалуға дайынмын деп айтуы мүмкін. Бірақ бұл сөздермен ол тек саған емес, өзіне де өтірік айтады. Осы орайда біз жігітке оның көңілін аулау үшін келмегенімізді түсіндіруіміз керек. Ал бүгінге осы айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруіңе тілектеспін. Видео ұнады деген ойдамын. Сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі Инстаграмға кірсең болады. Жеке сұрақтарың болса, онда сені WhatsApp'та күтемін. Жаңа видеолардан құр қалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.